Менің есімім Жұмамұратов Ақай, Сәкен Сейфуллин атындағы Қарағанды облыстық академиялық қазақ драма театрының актерімін. Және осы жерде Мұхтар Әуезов атындағы кітапхананың ұйымдастыруымен осы жерде ашылған Мұхтар Әуезовтің ескерткішінің ашылу салтанатында мен жас абайдың монологын оқыған болатын. Сол туралы қысқаша айта кететін болсам, енді қазақтың дара ақыны, дана ақыны Абайдың болашаққа үндеуі, Абайдың сол жастық шағынан бастап білім қуу сәтін айтып шыққан болатын. Әрине, бұндай тұлғаларды ойнау негізі өте қиынға соғады, өйткені басқа бір кейіпкер болса, басқа ел білмейтін кейіпкер болса, оны әр әртіс өзінше жасап алуға болады. Ал халықтың жадында, халықтың көз алдында мәңгі көрініп тұрған кейіпкерді, мәңгі халық білетін кейіпкерді ойнау өте қиынға соғады, өйткені оның кемшілік тұстарын бірден халық біліп қояды деген сияқты. Сондықтан да енді бұл Абайдың даналығын, даралығын шыны керек әлі ешкім зерттеп бітпеген шығар деп ойлаймын, өйткені ол біз көрмеген тарих, біз білмейтін тарих, бізге жеткені бар, жетпегені бар. Сондықтан да Хакім Абайдың бұл білім, өнер қуған осындай даналығы осы ескерткіштің алдында айтылған болатын. Және осыны Хакім Абайдың осыншалық даналығын қазіргі таңға жеткізіп отырған ол әрине Мұхтар Әуезов. Мұхтар Әуезовтің шығармалары арқылы біз Абайды таныдық. Абайды тану арқылы біз Абайдың шығармаларын зерттедік. Және міне осындай жұмыс атқарып отырмыз. Театр сахнасында жас Абай қойылымы көрсетіледі. Сол жерде жас Абайдың рөлін сомдаған болатын. Қиын, өте қиын, өйткені білім алып қалаға кеткен Абайдың қайтадан елге келіп, ел билеу ісіне араласуы, Құнанбайдың жанында жүруі, Құнанбайдың қатаң сыншысы болып кетуі, одан кейін Қодар мен Қамқаның өлімін көруі, оның бәрі өте қиын. Одан кейін Құнанбайдың бұл істерінің бәрі әділетті екенін қайтадан сезінуі. Сондықтан да ол жас Абай демей-ақ қояйын, енді кез келген Абайдың тұлғасын сомдауда тек қана театр сахнасында емес, сонымен қатар басқа да жерлерде Абайдың тұлғасын сомдау, ол әсерді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес деп ойлаймын.